сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Тоқаев үкіметке қалаларды қысқы жылыту маусымына дайындау кезінде жіберілген қателіктерге мұқият талдау жүргізу міндетін жүктеді. Сондай-ақ, үкіметке екібастұзда және басқа да елді мекендерде қалыптасқан күрделі жағдайды түбегейлі өзгерту үшін нақты шешімдер қабылдау тапсырылды. Бұдан бөлек, жекешелендірілген энергетикалық активтерге және олардың иелерінің жауапкершілігіне қатысты мәселелерді шешу қажет. Президент үкімет пен құқық қорғау органдарының барлық жұмысы өзінің жеке бақылауында екенін атап өтті. Тоқаев әйелдердің зейнет жасына қатысты заңға қол қойды. Бұл заңға сәйкес, әйелдердің зейнет жасы 2028 жылға дейін 61 жас болып қалады. Алдын ала есептеулер бойынша әйелдер үшін зейнеткерлік жасты осы межеде қалдыруға үкімет 800 миллиард теңге жұмсайды. Сондай-ақ, заңға сәйкес, жастардың жасы 35 жасқа дейін, бала күтімі бойынша жәрдемақы 1,5 жасқа дейін ұзартылады.